елестетіп көріңізші, әр бала өзін өз орнында сезінетін сынып. Міне ерекше білім берудің мәні осында. Ерекше қажеттіліктері бар балаларға түсіністікпен, құрметпен және қолдау көрсетуге негізделген процесс. Мынаны көз алдыңызға елестетіңізші, басқаша оқитын оқушы. Мүмкін ол көре алмайды, не ести алмайды, немесе басқалар сияқты қозғала алмайды. Ерекше білім беруде мен олардың қиындықтарын ғана емес, олардың күшті жақтарын да көремін. Сондықтан әр бала өзіне арналған жеке жоспар алады. Бұл біреуге ұқсау емес, бұл өз жолымен жарқырау. Міне осының бәрін іске асыратын нәрсе инклюзивті орта. Балалар құрдастарымен қатар оқиды. Ешкім тыс қалмайды, ешкім шеттетілмейді. Ал сахна артында тұтас команда бар, арнайы мұғалімдер, логопедтер, психологтар, бәрі әр баланың өсуіне көмектесу үшін бірге жұмыс істейді. Бірақ бұл мұнымен тоқтап қалмайды. Оқытушы көмекшісі, қолдау қызметкері, көмекке келуге дайын маман. Мақсат не? Ол қарапайым әр баланың оқуына, достар табуына және біздің қоғамда өзін шынымен өз орнында сезінуіне көз жеткізу. Себебі біз бәрін қосқан кезде бәріміз бірге күшейеміз. Бұл инклюзивті оқытудың негізі. Мына бізде көріп жолда жалпы ортаға бейімдеу мақсатында психолог мамандар тренинг жұмыстарын жүргізіп, бұл жерде арасындағы инклюзив бар. Бірақ бәрімен теңдей тұр. Мына жерде бізде енді мамандар өздеріңіз білесіздер, былтыр бізде осы жолда инклюзив сабақ беретін мұғалімдерге осылай сабақтар өткіземіз. Енді инклюзивті білім берудің негізгі қағидалары ондай осылай жұмыстардың жүйесінде біз нәтижелеріміз алынып жатыр. Және сіздің Саптан шығып кетті ме, ашуланып кетеді. Біреу бірдеңе айтты ма, ашуланады да. Бірінші тоқсаннан кейін уже бәрі үйренгеннен кейін барып рахат. хан туралы сұрақтар келсе ма, ол балаға да сол хан туралы сұрақтар келсе, жазасыз. Мүмкін ол варианттарды қосып қойсаңыз не қатысып жатыр деп та, сынып жетекшілері. Бірақ сол 30 балл проверить, сіз екі 30 балл өттіңіз, 30 балл проверить, сол 30 баллдың ішінен жеңіл азамаларды Осы бұны қастырғанда үйрен қастыр дейді тапсыра бересіз. Жай солына өзгертпей саласыз. Сондай тапсыра бересіз. Мысалы, оқушылардың барлығына кітапсындағы шығарма жазып келген тау. Жеңілдетілген тапсырма. Немесе шығарма жазып келген 5 сөйлем бұжыбы. Бізде былтырдан бері осы бұжыбы құрастыруға үйреніскен бірнеше мұғалімдер болды. Олар бөлек фактіге салып жатыр. Психолог, педагог сияқты мамандардың көмегіне оқу процесінде жүгінуге болады. Жаңағы айтқан, егер балада тұстары жетілмей жатса, қиыншылық келтіріп жатса, сіздің сағыңызға мүмкіндік әр баланы сапалы білім алуға құқылы әр бала. Қолжетімді ол мектептің оқу процесіне сай материалдарды ыңғайлы етіп баланың деңгейіне қарай қолданып интерактивті тақтар деп түрлі платформаны қолданып сол оғанда баланы бейімдеуіміз керек. Мысалы, біз сабақта футболды қолданамыз да, интерактивті тақтада басып орындайды бала. Сөйтіп та бәрімен бірге орындап қызық. Қарасаңыздар болады. Қандай жақсы олар орындайды, сіздерге қосымша білім берудің құндылықтары баланың ортаға бейімдеуіміз қажет. Кейіннен уже үшінші курсқа келген, қазіргі жағдай сынып жетекшілігі бойынша қалыпты кәдімгі оқушылардың қатарына қосылып кетті. Сонда логопед педагогтардың атқаратын қызметі аяғын басып нейрожаттығулар мынаны жалғыз тек инклюзив емес, алайда адамдар өзінің қолымен жаттығып, қол моторикасын дамытып, қазір былай жасаңыз, өздеріңіз қолдарыңызға қалай сезіледі?
дагы балдар сезбейт экен да, ана колуна бүйтүп истегенде ауырганын сезбейт экен. Сабапты ол нерв талшыктарын оятат экен. Полный доктор. Бізде оқушылар көбісі тежелу екінші, үшінші деңгейдегі тежелуге оқушылар. Бізде аутизм бар жоқ. Бізде яғни сол екінші, үшінші деңгейлі сөйлеу тілінің кемістігі дейді ғой, жетіспеушілігі. Ондай балдармен психолог мамандар, балалармен мамандар жұмыс жасау арқылы ол баланы жөндеп, қамқар, қатарға қосуға болады деген сөз. Яғни айтайын дегенім, жылда біздің мектепте 27 оқушы болады. Соның үшеуі жылдың соңында жедел шығуға дайындық арызымен екі оқушы шығады, үшеуі кейбір ата-аналар балабақшада жүрген кезде жалпы тәрбиешілер тарапынан ескерту түседі ата-аналарға. Содан кейін ата-аналар орталыққа егер бала шын мәнінде сөйлемей отырып жазып беру Кейін сөйлейді. иә тапсырмада көбінесе біреуге отырады жазуы тапсырманың қаншаға Әртүрлі деңгейде сияқты бірақ бір байқалмайтындар болады, бірден байқалатындар болады.